Бүгінде мектептегі буллинг қоғамда алаңдатып отырған өзекті мәселе. Осы тақырыпты арқау еткен номер 105 сериалы көпшілікке жол тартады. НТК арнасының жаңа жобасы бұл жолы несімен ерекшеленбек? Бірге білейік. Қысқасы жігіттер, сабақ біткенше азаматқа 15 мың теңге қойып тастауымыз керек. Енді мектеп болған соң неше түрлі жағдайлар орын алып тұрады. Қазіргі таңда өкінішке қарай мектепте буллинг мәселесі белең орын алып тұр. НТК арнасында 105 телесериалы көрерменге жол тартады. Туынды режиссері Дәулет Бекмағамбетов драма жасөспірімдер арасында белең алған буллинг жайында. Сериалда буллинг тақырыбынан басқа тағы қандай әлеуметтік мәселелер қозғалды? Жанұялық біздегі енді айтады семейный ценность дейді ғой, харасмент бар. Мен сен мектепке біреуден таяқ жесін деп жібергем жоқ, Аслан. Қандай мектеп ол? Сондай мектеп, мам. Номер 105 мектепке ауысқан оқушы Аслан әлімжеттіктің құрбаны болады. Жаңа ортада ол әділетсіздікке қарсы тұрып, сан түрлі тәуекелге барады. Айта кетейік, басты рөл бұған дейін көптеген веб-сериалдар арқылы танылған Шоқан Чопанбаевқа тиесілі. Бұл енді салмақты тақырып, буллинг тақырыбы. Осы тақырыптағы сериалға түсу сізге қаншалықты жауапкершілік жүктейді? Негізі әрбір тема, әрбір түсіріп жатқан сериалдар, осы біздің сериал болсын, ауадан алынған жоқ, жаңағыдай бетіп алынған жоқ. Ол мәселе болғандықтан, олындай мәселе бұрында болғандықтан көтеріп жатыр. Сондықтан мен ол рөлді ойнағаннан кейін халық көріп, оны жаңағыдай өзі сондай балалар көріп, оның дұрыс немесе дұрыс емес екенін, бұрыс екенін түсінсе деймін. Көре алмаушылық, сатқындық, қатыгездік. Номер 105 мектептің оқушылары осы жаман әдеттерге ие. Бас кейіпкердің қарсыласы әрі антагонист азаматтың рөлін сомдау Аслан Бектеновқа бұйырған. Жалпы мектепті ұстайтын смотрящий старшакты ойнаймын. Жалпы айтқанда енді көп адам жақтырмайтын кейіпкер. Жалпы осы буллинг, балаларды ұрып соғу, балағаттау. Сериалдағы антагонистің сенімді досы Маха образын Айбар Сауытқан сомдайды. Оның айтуынша режиссер актерлерге өз кейіпкерін еркін ашуға толық мүмкіндік бергенді. Бір импровизация болып жатыр ма? Еркіндік берілген соң біз қалай сценарийде жазылды, сол бойынша ойнауға тырысамыз, бірақ өзіміздің сөзімізді шынайы болу үшін, өмірлі болу үшін өзіміздің сөзімізді қосуымыз керек болады. Онсыз болмайды деп ойлаймын. Телехикая 10 бөлімнен тұрады, түсірілімі небәрі 19 күнге созылған. Шығармашылық ұжым төбелес сахналардың шынайылығын арттыру үшін кәсіби мамандардың көмегіне жүгінген. Енді міне көзіңізде көгеріп қалыпты, төбелес сахналары көп екенін байқадық. Жалпы дублер арнайы бар ма? Немесе өздеріңіз үйрендіңіздер ме, сол жайлы толығырақ айтып берсеңіз? Жоқ, арнайы каскадерлар бар, наматтың каскадерлары бізге келіп бойды қойып береді, біз соны қайталаймыз. Сол кезде кадрда да әдемі, біздің де денеміз ауырмай солай. Братан, мен шаршадым. Шиголдар ұрудан шаршады. Олар тұрмасам, сен мен ұрасың. Мына системаны шек көрем. В основном мектеп жасындағы балалар түсетін. Сондықтан да бұларға подход басқаша. Бұлар кейбір жерде алдайсың, кейбір жерде сол баламен бала боласың. Бір қарағанда қарапайым білім ордасы болып көрінгенімен оның көлеңкелі тұстары жетіп артылады. Момын Аслан енді батылдық танытып мектептегі әділетсіздік жүйені өзгертуге бел буады. Десе де буллингке қарсы тұрар оның жігері мен қайраты жете ме? Оны білу үшін бүгіннен бастап жұмыс күндері сағат 18:00-де НТК арнасы қосулы болсын.